Базальды ганглийлер сорзаттың жиналуынан түзіледі, ал сорзат нейрон денесінен құралады. Ең алдымен глобус паллидус, одан кейін путамен екеуі қосылып, жасымық тәрізді ядроны құрайды. Нуклеус лентиформис деп аталады. Осы нуклеус лентиформис, одан кейін қоршау және де құйрықты ядро, одан кейін бадамша тәрізді ядро қосылып, базальды ганглийлерді түзетін болып табылады. Капсула интерна, капсула экстерна және капсула экстремалар ағзаттан түзіледі. Ал ағзат дегеніміз нейронның өсінділерінен құралған. Бізде капсула интерна, одан кейін путамен және қоршаудың арасында капсула экстерна, одан кейін қоршаудың сыртында капсула экстрема орналасады. Осы капсула экстрема мен мидың қыртысының арасында аралшық, яғни инсулия орналасатын болып табылады. Ішкі капсуланың алдыңғы аяқшасын, артқы аяқшасын және бүгілісін ажыратамыз. Мынау бізде ішкі капсула, осы алдыңғы аяқшасы, бүгілісі және де артқы аяқшасы болып табылады. Бадамша тәрізді ядро мидың лимбиялық жүйесіне жатады. Базальды ганглийдің құрамына кіреді және иіс сезудің қыртысасты орталығы болып табылады екен. Ішкі капсуладан бізде өткізгіш жолдар өтеді. Бірінші өткізгіш жол трактус фронтоталямикус деп аталады. Ол маңдай қыртысын таламустың дорсо-медиальды ядролармен байланыстырады. Біз білеміз, таламуста көптеген ядролар орналасқан болатын. Келесі трактус фронтопонтинус маңдай қыртысын көпірдің ядроларымен байланыстырады. Ал трактус кортиконуклеарис, гирус прецентралис қозғалтқыш нейрондарды көпірдегі, ортаңғы мидағы және сопақша мидағы бас ми нервтарының қозғалтқыш ядроларымен байланыстырады. Солай мойын және бастың бұлшықеттерінің қозғалысына жауап береді. Трактус кортикоспиналис, гирус прецентралисте бетстің алып пирамидалық клеткалары мен жұлынның алдыңғы мүйізіндегі қозғалтқыш ядроларын байланыстырады. Солай қаңқа бұлшықеттерін иннервациялап, оларды қозғалысқа келтіреді. Ал трактус оксипита темпора париета фронтопонтинус ми қыртысы мен көпір ядроларын байланыстырады. Трактус таламокортикалис сезімталдықтың барлық түрі осы таламус арқылы ми қыртысына гирус процентралисқа өтеді. Таламуста үшінші ядро орналасады. Солай таламуста орналасқан үшінші ядро, яғни жұлыннан көтеріліп келе жатады ядролар, үш ядро орналасады. Сол үшінші ядро таламуста болып, ары аксонын солай бізде гирус постцентралисқа өткізеді. Радиатоакустика, радиатооптика дегеніміз көру мен естудің қыртысасты орталығын көру мен естудің қыртыстық орталықтармен байланыстыратын өткізгіш жолдар. Аталған өткізгіш жолдың барлығы бізде ішкі капсуладан өтеді екен. Келесі экстрапирамидарлы жүйе. Жалпы құйрықты ядро глобус паллидус, путамен стриопаллидарлы жүйені құрайды. Құйрықты ядро глобус паллидус, путамен клаустриум жолақ денені құрайды. Жолақ дене мен субстанция нигра-нигростриарлы жүйені құрайды. Ал нигростриарлы және стриопаллидарлы жүйелер қосылып, экстрапирамидарлы жүйені түзеді. Экстрапирамидарлы жүйе вегетативті функцияларды қамтамасыз етеді. Термореттеу, май, көмірсу, белок алмасуын реттейді, бұлшықет тонусын реттейді, қозғалысты реттейді. Антагонист және синергист бұлшықеттерінің координирленген жұмысын майда бұлшықеттердің моторикасына жауап береді. Экстрапирамидарлы жүйе зақымдалса, адамның бұлшықеттерінің жиырылуы бұзылады.